Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін демалыс күнінде жүгіруге шықтым. Жалпы жүгірудің пайдасы деген ол өте көп. Қан айналым жақсарады. Қан айналым жақсарғанда бүкіл ағзаларыңызға, тіндеріңізге, миыңызға қан барады. Қанмен бірге оттегі барады. Сонымен шаршағандарыңыз кетеді. Екінші пайдасы адам ағзасында лимфа жүйесі болады. Ол бүкіл бактерия, вирустардан, қажет емес заттардан бізді тазалап тұратын жүйе. Ол тек қана сіздерден тер шыққан кезде, қимылдаған кезде ол жүйе іске қосылады. Ал егер үйде жата берсеңіздер, ол лимфа жүйесінде стаз болады. Жаңағы сұйықтықтар жүрмей қалады, одан кейін аурушаң келесіздер. Бүкіл әлемде өлім көрсеткіші бойынша бірінші орында тұрған бұл жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары. Инфаркт, инсульт, гипертония, бүйрек жеткіліксіздігі, оның барлығы жүрек қан тамыр жүйесі әлсіз жұмыс жасаудан болады. Қазіргі заманда адамдар офистік жұмыстарда таксист болып, жаңағыдай автобуста водитель болып, көп жүгіру деген әңгімелерді ұмытып кетті. Бірақ біздің денеміз бұл қимылға арналған, достар. Жануарларды қараңыздар, иттер, мысықтар, кез келген тірі жан ол жүгіріп, дене шынықтырумен айналысуға тырысады. Ал адамдар болса, қазір ұмытып кетуде, сол себепті де іштегі гормондар, энергия жиналып қалады, артық энергия болып, ол өндірілмейді, ол игерілмейді, содан адамда семіздік, стресс пайда бола береді. Мен өзім 3 жылдан бері жүгірумен айналысам. Не үшін? Себебі, достар, мен дәрігермін. Дәрігер болғандықтан мен алып жатқан білімімді бірінші өзім қолданбасам, ертең қалай басқа адамдарға айтам. Жүгіру керексіңдер, темекі шекпеу керек, арақ ішпеу керек деп. Егер мен сіздерге үлгі көрсетсем, сіздер түсінесіздер, мына Қуанышбек дәрігер бекерге жүгірмейді, ол біледі ғой бір нәрсені дегендей қылып. Сол сияқты, достар, егер сіздер жүгірумен айналысып, қарапайым разминкалар жасап тұрсаңыздар, ертең ағзаларыңыз рахмет айтатын болады. Себебі ешқандай дәрі, витаминдер, егер сіздер жұмыс жасамасаңыздар, сіздер тырыспасаңыздар, сіздерге көмектеспейді, достар. Қазақ атамызда өте күшті сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген. Осы сөзді өмірлерімізде қолданайық. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді, жүгіру сіздерден ақша сұрамайды. Тренер де керек емес, достар. Шығып, аулада хотя бы 5 минут тренировка жасасаңыздар, уақытым жоқ дегенде 5-ақ минут, соның өзі үлкен сіздерге көмек болады. Мен қазір демімді баса алмай тұрмын, себебі 1,5-2 километрдей жүгірдім. Қыстық кезде, осындай суықтау кезде жүгіру кішкене қиын. Күн ыстық кезде, жазда мына жерде, достар, мына жерде барлығы болады. Кішкене күн суытса, жаңбыр жауса, ешкім жоқ, тек қана мен жүрем. Тағы 1-2 адам жүреді, бұл нені білдіреді, достар. Адамдар жетістікке жету жолында тез жеңіліп қалады. Олар қолайлы жағдай іздейді. Бірақ өмірде қолайлы жағдай күнде бола бермейді. Бүгін погода жақсы болса, ертең жаңбырлы болады, ар күні мұзды күн болады. Соған қарамай, егер бір жолда сіздер ұзақ уақыт тұра алсаңыздар, сіздерге денсаулықта, білімде барлығы болады, достар. Барлық жерде еңбек жатыр. Қазір шығып, бірден сіздер 2 километр жүгіріп кете алады деген деп ойламаймын. Әйел адамдар, үлкен ағалар, әпкелер, аз-аздан бастасаңыздар, хотя бы мектепте үйреткен разминкалардан, соның өзі сіздерге жеткілікті. Кішкентай бала тренировка жасап жатыр, өте күшті. Алматы қаласында болсаңыздар, Сайранға келіңіздер. Менімен бірге тренировка жасайсыздар, достар. Басқа қалада болсаңыздар да ештеңе етпейді. Тренировка жасап, ең бастысы, достар, шынықсаң шымыр боласың деген сөзді ұмытпаңыздар. Демалыс күнінде кино көріп жата берсеңіздер де болады. Сіздерге ештеңелеріңіз кетпейді. Ал шығып жүгірсеңіздер, ертең үлкейген кезде буын ауруларының, жүрек ауруларының алдын аласыздар. Осы ойымды айтқым келді. Көп отыруға да болмайды. Мен қызып тұрмын қазір. Қазір мен кішкене турникке тартылып, отжимания жасап, демалыс күнімді осылай активно өткізетін боламын. Всем пока.